жыйнаган болуу керек. Ибн Каййим рахимахуллах айтты. Білім Алла айтты, Расул айтты, сахабалар айтты деген. Амма соның ар жағын айтады, тақпақтар ол, тақпақтың ар жағында айтады. Амма пәленші айтты, мынау айтты дегеннен ұзақ бол дейді. Мынау айтқан еді, анау айтқан еді. Мына кісі айтты ғой, ана кісі айтты дегеннен ұзақ болу керек. Сол қалалау, қаласы бол. Сол талап ілімді қылмақшы болып тұрған, немесе қылып тұрған адамда әрбір мәселеде іздеген уақытында пәленшінің сөзі қалай екенін білмей, осы мәселеде Алла және оның Расулы не деп айтқан екен, сол айтқан аятты немесе хадисті сахабалар қалай түсінген екен деген мақсат іздеуге болады. Солай іздейтін болса, ол қате қылып қалса да, Алла субхана тағала сол адамға не жазады? Бір ажар жазады. Қателеспейді. Амма ол Құран хадисті іздейді да, бірақ іздеген уақытында бірінші өзінікін дұрыс деп етіқат қылып алып, содан кейін іздеуге өтеді. Сол үшін ғалымдар айтады, Ахлус сунна ястадиллун сумма я'тақидун. Ва ахлул ахва я'тақидун сумма ястадиллун. Ахлус сунна бірінші дәлел іздейді. Сол дәлелге сай келген мағынаны етіқат қылады. Амма ахл бид'a бір нәрсені етіқат қылып алады да, содан кейін бұл сөзді өзі кім айтқан екен деп іздейді содан кейін. Бір адам шығып қала ма екен, адамдар тыңдайтын, мысалы, Ибн Тайми дейді ғой. Солардың біреуі айтып қала ма екен осы сөзді деп іздейді. Тауып алса, талабиги фараха, аспанға ұшады. Таба алмаса, бірнеңе қылып сол жолын аяттан түсіндірмекші болады, хадистен түсіндірмекші болады. Бұл барлығы сол үшін Ибн Тайми рахимахуллах айтады, сөз үшеу. Екеуі дұрыс сөз қабылданады. Қалғаны бірдей. Айтады, имма илмун мухаққақ, ау нақлун мудаққақ, ау каламун музахрақ. Не тахқиқ қылынған білім болу керек, тахқиқ қалай? Негізін ізделген. Бұл мәселеде аят, хадис, асхабтардың сөзі. Бұл білім жақсы білім. Осы негіз болу керек. Немесе сол аят, хадистерді ғалымдар түсінгенін не қыласын, іздейсің да, мынандай айтқан, мынандай кітабында, мынандай түсінген деп анығын нақыл қыласың. Үзбей, басын алып тастап, ақырын алып тастап, керек жерін, виргулдарды қойып өзін былай түсіну керек деп. Не илм мухаққақ болды, ау нақлун мудаққақ болды. Осы екеуі пайдалы. Қалғаны музахрақ, кәлам бекер сөз. Бізге айтылған еді, айтатын еді ғой, бізге сөйтіп үйреткен, біз естігенбіз, ана қасиетті естіп қалған едік, олардың барлығы бекер сөз болып қалады. Осыны адам жағдай барынша, бағана айттық қой, жігіттермен отырғанда, адамдар бәріміз сол аятты жақсы білеміз. Фас'алу ахла зикрин кунтум ла та'ламун десе, ар жағы не аяттың? Ар жағы не? Аят. Ар жағы не? Басын жаттап отырып Ол зур деп келді ғой, айттың ғой. Соны, сен бар менің бағана айтқанда сол да. Фас'алу ахла зикрин кунтум ла та'ламун бил байинати ва зубур. Бейнати ва зур ма? Зубур деген сол бағана дәлелдер. Сол, біз ана аятты басын жаттаймыз да, ақыры жоқ. Қанша жерлерде, қанша бағанағы балдарға айтсам, осы аяттың ақыры білмейді ешкім. Ешкім бар тұрған нәрсе ол аятта. Таужих бар. Тек қана сол таужихті түсіну керек, алу керек. Айтылғандай, шариғат бағанағы не бүткіл жағынан толық, тек қана біз білуіміз керек. Соны алып амал қылып қалған. Басқа ештеңе қажет емес. Олай бұл шариғат бір адамның ойына қажет емес. Кім болса да ол. Біреудің ойына не қажет емес өзі әсілі.
Кімде-кім егер шариғат адам баласының ойына қажет дейтін болса, «Ал-яума акмалту лакум динакум» деген аятқа тап болады. Себеп дін не? Толық деп Алла қуанышты хабарда айтты, солай ма? Енді қазір десе, мына осы мәселеде осындай ойға қажетпіз десе, демек не шариғат толық емес, немесе Наби саллаллаху алейхи уассалам сол толық шариғатты толық жеткізбеген. Қайбірі қабылдаймыз, екеуі де дұрыс емес сөз. Сол үшін адам талап ілім қойған уақытта екі көзінің арасында болатын мақсат ақиқатқа жету болу керек. Ақиқатқа жету, Құран шіндет дәлелет қойған мағынаны ұстау. Ол кімнің сөзі болса да, ол сен мысалы әдетте шәкірттік қылып жүрген ұстазыңның сөзі болса да, немесе сенің ұстазың болмаған адамның, қазір мысалы хилаф осы жерден шығып кетеді. Мысалы Абу Ханифаның шәкірттері Абу Ханифаның мазхабын қолдап кетеді, имам Маликтің шәкірттері имам Маликтің мазхабын қолдап кетеді. Содан кейін бұл мысалы хилафтар шығып кетеді. Илля өзі айымалар оны қаламаған. Мысалы қазір Албани рахимахуллах бұл сөзді айтса, шәкірттерінің бәрі сол сөзді айтуы бұл ажиб та, өте қызық. Бұл мүмкін емес өз нәрсе. Тек қана егер тақлид қылса, сонда қанша сөздер бар, Шейх Албаниға өзі бір адам қарсы келіп қалуы мүмкін шәкірттерінің бірі. Амма барлығы сол сөзді тура қабылдау, бұнда бір не бар да, шахты жақсы көру деген бар да. Тура сол сияқты ибн Баз шейхіміз бүйтіп айтқан деп айтады. Осы хадисті шейхіміз солай түсінген. Бұл жақсы емес, балдарды бүйтіп түсіндіру керек емес. Шейхіміз осылай айтса да, бірақ әлләзи ялғары басқа. Құран шіндет осыған дәлелет болған сияқты деген. Яғни мақсат теріс келу емес. Өзің түсінген ақиқатты солай деп, оған сен ұстазыңа қарсы келдің бе, келмедің бе? Бұл ешқандай әдепсіздіктен де емес, ол ақтықтан да емес, ұстазға ол дейді ғой бізде. Оған да жұртпайды. Сол негіз білім, сол нәрсені ізденуге. Сол нәрсені айтатын адамның сөзін жағдай барынша тыңдауға керек. Сонымен жай ол жиналу болады. Амма қазір бізде, субханаллах, әрдайым қалай талап ету деп көп сұрайды да, ұстаздардан да отырса сабақта сұрай береді. Былай оқу керек деп әрдайым ұстаздар айтады да, бірақ сол айтып тұрған сөзді татбиқ қылып тұрған адам. Мысалы қазір сол 2002 жылы, 2002 жылы бір ұстазбен отырғанда, сол жаңа университетке 2 жыл болған. Сонда бір отырғанымызда сол айтты да, талап ілімдің басындамыз деп, университетке келген біз енді сол уақытта. Бір жыл болған, бір отырыста сондай сұрады, сол кітап оқу қалай. Біз жанымен шектеліп қалсақ болмайды. Харамның өзімен де шектеліп қойсақ болмайды. Екеуіні алып өзіміз бөлек оқымасақ және болмайды. Бәрін жинау керек. Әлі jamada оқу керек, университетте оқу керек, әлі сыртқы сабаққа қатысу керек, және өзің оқу керек. Өзінде бөлек оқу болу керек. Себебі ол кісі айтты сонда, оқу не болу керек? Жоқ дегенде күнне адам 5 бет оқу керек, 5 бет. Қазір оқи десең, арабша орташа білетін адам бір күнде неше бет оқисың? 20 бет оқимын дейді, 15 бет оқимын дейді. Ол кісі айтады, 20 бет те оқыма, 15 бет те оқыма, 5 бет оқы. 5 бетің 2,5 парақ, солай ма? Бір күнде бірақ қалдырмай оқиды. Күнде 5 бет түсініп оқу керек соны. Түсініп жақсылап оқу керек бағана 5 бетті. Күнде 5 бет оқыса, бір айда 10 күнде қанша оқиды? 50 бет. 50 бет. Бір айда 150 бет. Демек, мынандай 500 бет кітапты алай 3 айда бітірсін. Қаны сол 3 айда бітіріп атқан? Бар ма? Жамия Исламияны бітіреді, немесе Мысырда жүреді, ана-мұны кітап Таухидтің шархын оқыдың ба? Ананы оқып, Фатхул Маджидті оқыдың ба? Жоқ, оқымаған.
Ibn Qayyim mына kitabını okudun mu? İbn Taymiyya'nın mına şarkını okudun mu? Ne okudunuz? Ana aytты, mına ayttıdan başka hiç şey yok. Jagı neçe jıl degen jıl көп. 4 jıl okudu, 5 jıl okudu degen жылдар көп. Бірақ не okudun kanın? Maktabanın iş bıraksın. Жоқ дегенде соны қолыңа түскен кітапты ішінде не бар екенін біліп алу да үлкен нәрсе да. Себебі қолыңа кітап қазір оқып алуға жағдай болмаса да артын аш та көріп қой. Мынау кітап артын көріп, әрбір бір тақырыптарды бір ай қарап шықсаң, 3-4 күннен кейін немесе бір айдан кейін сол мәселе керек болып қалады саған. Оны іздемейсің компьютерде. Компьютерде іздесең, оны басқа жерге кіріп кетесің. Тура сол кітапты білесің, сенде сол кітап бар, соның артында оқығаның. Бірден қайдасы. Кейбір кітаптар болады, оқып шығу керек, кейбір кітаптар болады, мұража қылу керек. Қайдасын оған. Осы менен егер жүретін болса, күніне 5 бет есептеңдер қанша болады? Адам жылда қанша оқиды, 2 жылда қанша кітап оқиды, 3 жылда қанша кітап оқиды, 5 жылда қанша кітап оқиды. Аз көрінбейді да, бірақ сабыр қылсаң болады сол нәрсе. Мысалы, бір айда кішкентай мұжаллатты біреуін бітірсең, сен бір айда бітірме, 2 айда бітір. Сабағың бар, жұмысың бар, бала-шағаң бар, аңа бәрін алып тастаса да, бір күнде 1 сағат сабақ қыл. Жұмыстарың менен, бәрімен. Өз 24 сағаттан 1 сағат айырылмаңыз ба? Бұл мүмкін емес, айырса болады. Сол 1 сағаттың сабақ қылатын болсаң, онда сол 2,5 бетті оқисың, 2,5 парақты оқисың. Bir ayda, 2 ayda bir müjallat bitirin bolsa, 12 ayda 6 müjallat bitiyor gerek. Solay mı? Müjallat degeniz ne? Tom. Sen 6 tom okumaya koysan 5 tom oku. 5 emiş 4 tom oku. Var mı son? Yok. Misal Palen kitabının şarkı mınanca. Sonu misal okup turgan adam az tabi okuyayım. So'zim bu narsa bilim bir o'yinchoq narsa da. Сияқты адам bo'ladi. O'zi olay emas. So'z Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu." Bu bilimni har bir kelishikdagi ummatning erkaklar biladi. Rijal bu, rojul bo'lishi kerak bir ma'noda kalima. Ammo bu bir ret albatta bir ikki so'z saboq qilib, so'dan keyin ananing oldida, bunaning oldida albatta o'tirib qo'ydi degan ekskursiya var, bunun qo'ldan keladi. Xalqdan yaxshan bo'lsa bo'ldi, sen Medinaga bora olasan. Dұрыс па? Немесе Мысырға барып қайтсаң болады. Ол менен адам болып қалдым деген. Оның өмір керек болған, уақыт керек, сабыр керек, мұдауама керек. Сол үшін имам Бұхари рахимахуллах біреу сұрайды, маруф әңгімесі бар ол кісі. Біреу сұрайды, қалай еттайсыз? Бірден кейін жейсіз ба, бірден кейін ішесіз ба, білетін болсаңыз, ішетін болсаңыз айтыңыз. İmam Bukhari aytadi: "La a'rifu lil hifzi ahsan min al-muzakkara." Muzakkara bag'anag'i bog'larga o'tirib, anam dalil, anam hadis qalay edi, mana oyat qalay edi degan ma'noda muzakkara bor. So'g'an o'xshagan narsa bilmayman deydi, bilimni chattauga. Hozir studentlar o'tirsa, әңгімесі bilimdan emas, boshqa narsadan bo'ladi. Biroq bilimdan söylesek dese, ikkinchisi, "Ey, taqvo bo'lib ketding ba?" deb qo'yadi. Qo'yishing, o'zing o'qisang, endi o'qisang. Bu havo zamon havoda, buzuq havo. Adam dem olmau kerak bu havo. Havo aushtirib kerak. Havoni aushtirib kerak. So'ngmen joy talab berdim, qilib bo'lsa adam bir vaqtda yetadi. Yetpese de yetgan сияқты bo'ladi. Yo'q deganda o'g'an ajr жазылды. Yetdim. So'zim ustozlarimizdan biri aytadi. Şeyh Mumbaz rahimahullah'ın aldığında bir şaldı köretinem dedi. Muhammed İbrahim'in aldığında oturasın. Muhammed İbrahim'in aldığında. İbn Baz'ın şeyhi. O kişi kaydı soğuk bitkenden ki İbn Baz'ın aldığında köretinem bağına şaldı dedi. Onu tahsil, onu meseleleri bilmeyip bırak kelet talab edin. Sonra bir ret sıralanda aytadi. Allah yok degende sonra "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahharallahu bihi tariqan ila al-jannah" degan жазса екен деп шал бағана. Кімде-кім осы білімді талап қылса, жолға шықса, Алла оған жаннаттың жолын
жеңіл соған кіргізем екен деген ой. Шал. Сол Шейх Аббаттың сабағында көресің шалдар ақсақал. Анау Ибн Мажаны көтеріп алып, оны бір рет ашпайды да олар. Бірақ адам қуанады, сол адам мына жақта көрсем біреулер арабтар қахуа ішіп, ғибат қылып, басқа қылып отырады ғой. Мысалы, анекен анау кісі кітапты көтереді, күнде әкеледі бағана. Bir некелер жазып қояды. Жоқ дегенде естіп отыр да бағана. Солардың зумрасында кетеді. Ман ахабба қауман фахуа маахум, яғни юхшар маахум. Фахуа минхум. Сол баптан адам соған әрекет қылу керек. Аз болса да пайдалану. Білім, субханалла, егер қай бір жағдайда болатын, сол дүниенің білімі де пайдасы болса, бар зияны жоқ, пайдалы білім болатын. Айтады Ибн Қайым рахимахуллах Мифтах ад-Дар ас-Саада деген кітап. Сонда Мифтах ад-Дар ас-Саада дегені бақытты ауланың кілті деген де барлығын білім туралы сөйлейді. 3 müjallat. Білім туралы. Ой, субханаллах алейм. Әл-ваджху каза, әл-ваджху миат. Білімнің малдан, дүниеден, басқадан абзал екеніне 200-300 ваджихтан сөйлейді. Мысалы айтады, соның ваджихтерінің бірі білім сені сақтайды, сен малды сақтайсың дейді. Білім адамды азиз қылады, мал қорлауы мүмкін. Содан кейін Абдул-Малик ибн Марванды баласына әкелген айтқан уасиетін айтады. Балам дейді, сен қалай болсаң да білім оқы дейді. Егер патша болсаң, бай болсаң, саған зейнет болады. Егер кедей болсаң, саған мал болады. Яғни малы барлар сияқты азиз жүресің былай. Адам қалтасында ақша болса, бел тіке жүреді ғой. Сондай күш болады саған бұл білім. Бай болсаң да, кедей болсаң да. Біраз уаджихтерді алып келеді, сол білім туралы. Өте ажайып амсалдарды алып келеді. Али радиаллаху анхудан бір асарларды алып келеді, өте бір сұлу. Сол баптарда сол ашин бір Алла субхану тағаланың махлуқаттарынан қарап, қандай ибрат алу, оған да білім керек. Азғантай білім бар ғой, тек қана сол білімнен пайдалану керек. Мысалы айтады, Ибн Қайым бір нәрсеге кірсе, тafsilаты көп сөйлейді. Сонда айтады, мысал дейді, малдың аузын мына жерге қиды. Себебі оның қолы жоқ теріп. Адамдікі мына жерде болса, ол болмайды. Сол үшін филдікінің мына жерде қылды, себебі оның қолы бар бағана. Не қылатын? Сонда айтады, жерді қара дейді. Жердің қаншасы су, қаншасы не? Құрылық. Құрылықты ағатын су тәтті, теңіздікі тұзды дейді. Себеп дейді, сол үшін бір жерге су жиналып қалса, бір апта тұрса сасуды бастайды, солай ма? Теңіздікі сасымайды. Не үшін? Тұзы бар. Сол үшін Алла субхану тағала теңіздің суын тұзды қылып қойғанда, жердің суын тәтті қылып қойған бағанаған. Тұзы жоқ. Бірақ екеуінде жасайтын айуан, екеуінде тәтті. Мысалы, сен қазір әшейін судан тұтқан балығыңа пісіргенде тұз қосасың, дұрыс па? Теңізден тұтқанға сеппейсің ба? Тұз себесің ба? Себесің. Тұзда жүр ғой ол. Тұзы нормальный болу керек, немесе сорлау болу керек, бірақ екеуде бір нәрсе. Мынау тәтті судан, мынау ащы судан, бірақ екеуіне де тұз қосу керек. Айтады, әшейін бір білім дейді да бұнда. Бірақ бұған сол мән беріп тұрған адам бар. Сол үшін айтады, иннама яхшаллаха мин ибадихил улама. Алладан ақиқатта бұл нәрселерді білген адам болады. Сол үшін Алла айтады, хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Білетіндер мен білмейтіндер тең ба? Осы нәрселерді кім ойлап жүр? Сол ғалымдар ойлап жазбаса, біз оқымасақ, кім ойлап отырса? Мән бермеймін. Сол мән бермейсің. وفي خلقكم أفلا تبصرون дейді. Яғни Абул Алия рахимахуллах таваф қылып Кабада бір араби бағанағы кісінің
не кылат да, маған бір Құраннан оқып берші маған. Сонымен Ваззариятты оқиды. Ваззарият сүресін. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ деген аятқа жетіп келеді. Сөйтіп ол не болды? Арабиде арабшаны тура түсінеді. Бірақ ол аятты оқиды. Өзі ойланбаған да, сол біреуден естіп тұрған уақытында бір сынып қалды. Не деген, не қалай болды десе, сол рызқымыз сонда аспанда ма не дейді. Яғни менің қолымда емес, ол Алладан түсетін нәрсе. Солай ма? Түйесі болады, бірден сояды, таратып жібереді. Аспаннан түсетін рызық сонша неге мен өліп бара жатырмын. Бірден түсінеді. Сонымен айтады, сол жерге тоқтадым да кеттім дейді. Кейінгі жыл қажға келсем, біреу көйлегімнен тасты дейді бүйтіп. Сөйтсе қарасам, өткен жылы көрген шал дейді. Не болды десем, өткен жылы тоқтаған аязыңды ар жағын айт деп айтты. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. Аятта айтып отыр, аспандың Раббісіне қасам, иннаху лахаққун, ол қиямет сендер сөйлеп тұрған сияқты ақхат. Өздерің сөйлеулерін қалай сенесіңдер? Солай ақхат. Сөйтсе бағана араби айтады, ман абғадал жаббар хатта юқсим дейді. Алланы кім ашуландырып қойды, ол қасам ішіп жатыр ғой мына жерде. Түсінікті ме? Яғни бірден фавараббис самаи уал ард дегенде айтады, Алланы кім ашуландырып қойды, бұл қасам ішіп жатыр ғой. Кім ой сенбеймін деп жатыр Алланы несіне, мысалы, қайта тіріледі деген бірден түсініп жатыр да, қара, азғантай онда не бар? Сол нәрсені түсіну бар. Сол үшін аятты өзің түсініп барған, түсініп, білген түсінігің басқа, әшейін бір переводтан оқыған. Оны азғантай арабша білетін адам оны сезеді оны. Тем более ғалымдар оны. Яғни, субханалла, бұл Құранның ажайыптары бітпейді. Оның барлығына талап етіп менен истиана қылса болады, тек қана. Бұл жақсылықты бәріміз жақсы көреміз да, бірақ әрекет жоқ. Мысалы, барлығы жақсы жасауды қалайды да, бірақ әрекет қылып жатыр. Себебі осы дүниенің қызығы, сол үшін бәрі жүгіреді. Ақыреттің қызығын көрсететін нәрсе білім. Одан, яғни адамдар ұзақта да, сол үшін асар, машһур асар бар ғой, Абу Хурайра радиаллаху анху базарға барып, Наби саллаллаху алейхи вассаламның мирасы мешітте таратылып жатыр дейді. Солай ма? Сонда келсе, ештеңе жоқ. Абу Хурайра өтірік айтып. Сөйтсе, көрсетеді мұны. Наби саллаллаху алейхи вассалам فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. Сол мірегерлік сол нәрсе. Сол үшін Хасан Басридан бір патша сұрайды. Біз неге өлімді жек көріп, дүниені жақсы көреміз десе, дүниелеріңді зейнеттендерді, ақыреттеріңді бос аула қылып бұзыңдар. Адам енді қасырдан бос аулаға барғысы келе ме? Дұрыс па? Ақырет бітіп шықты. Зейнеттенбедіңдер ештеңкемен. Дүниені қатырында. Енді бұл жерден көшкісі келе ме бұзық жерге? Ақыретке барса білет анық бұзық ол жер. Ол үшін көшкісі келмей қалады. Сол үшін сол негіз осы біліммен зейнеттеу керек адам өмірін. Шариғаттың негізімен.